Сәлем баршаңа, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Ұлмекен. Бүгін біз осындай прихватка тоқып үйренетін боламыз. Менде 100% акрил жібі, қайшы және екілік номерлі крючокпен тоқимыз. 100 грамда 300 метр. Екі саусағымызға жібімізді орап, ғажайып шеңбер жасаймыз. Крючокпен жібімізді іліп алып, 3 воздушная петля көтереміз. Осы шеңбердің ішіне 11 столбик с накидым тоқимыз, яғни 3 воздушная петлямен 12 столбик с накидым болады барлығы. 4-теу, 5-еу, 6 столбик с накидым, 7 столбик с накидым, 8 жібімізді ұстап тұрамыз. 8 столбик с накидым, 8 столбик с накидым, 9 столбик с накидым, 10 столбик с накидым. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Кіші жібімізді тартып, қысқа жібімізді тартамыз. Және үшінші воздушная петлямен біріктіреміз. Мына қысқа жіпті бір адал жасырып кетсек болады. Екінші қатарды бастаймыз. 3 воздушная петля көтереміз. Дәл осы петляға столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға тағы да осы петляға 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Және осы петляға тағы 1 столбик с накидым тоқимыз. Яғни біздер бір петляны 2 еселеп, бір петляға 2 столбик с накидым тоқып шығамыз. Жаңа 12 столбик с накидым болса, енді бізде 24 столбик с накидым болады. Осылайша екінші қатарды өзіміз тоқып шығайық. Екінші қатарды аяқтаймыз. Үшінші воздушная петлямен біріктіріп, 3 воздушная петля көтереміз. 1, 2, 3. Дәл осы петляға 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Осылайша үшінші қатарды өзіміз аяқтап шығамыз. Үшінші қатарды аяқтап, үшінші воздушный петлямен біріктіреміз. Және 3 петля көтереміз. Дәл осы петлядан 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Одан кейінгі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Енді осы петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Дәл осы петляға тағы да 1 столбик с накидым тоқимыз.
әрбір, яғни араларына 2 столбик с накидымнан тоқимыз. Қатарды аяқтап шығайық. 4-ші қатарды аяқтадық. 3 воздушный петля көтереміз. Және дәл осы петлядан 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға, яғни бұл жерде енді арасына 3 столбик с накидым болады. Яғни 1 столбик с накидым. Келесі петляға тағы 1 столбик с накидым. Келесі петляға тағы 1 столбик с накидым. Енді келесі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Осы петляға тағы 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға 2 столбик с накидым. Бірінші столбик с накидым. Дәл осы петляға тағы 1 столбик с накидым тоқитын боламыз. Осылайша арасында 2 столбик с накидым 1, 2, 3. Тағы да 2 столбик с накидым 1, 2, 3. Осылайша қатарды аяқтап шығамыз. 5-ші қатарды аяқтадық. 3-ші воздушная петлямен біріктіреміз. 6-ші қатар 3 воздушная петля көтереміз. Дәл осы петляға 1 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға енді бізде әрбіреуіне бір-бірден 4 столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Келесі петляға 2-ші столбик с накидым. Келесі петляға 3-ші столбик с накидым. Келесі петляға 4-ші столбик с накидым. Енді келесі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді 2 столбик с накидым шығарамыз. 1-ші столбик с накидым. Дәл осы петляға 2-ші столбик с накидым тоқимыз. Келесі петляға 1-ші столбик с накидым. Келесі петляға 2-ші столбик с накидым. Келесі петляға 3-ші столбик с накидым. Келесі петляға 4-ші столбик с накидым. Келесі петляға 1 және осы петляға 2-ші столбик с накидым тоқимыз. Мінекей 2 столбик с накидым арасында 4 столбик с накидымнан аяқтап шығамыз. 6-ші қатарды аяқтадық. 3-ші воздушная петлямен біріктіріп, жібімізді жақсылап кесіп, бекітіп аламыз. Біз мінекей 6 қатарды аяқтап шықтық. Яғни біздер мына ортасындағы 6 қатарды аяқтап шықтық. Енді осы басқа жіптен осы 3 қатарды тоқитын боламыз. Жібімізді алып, крючокпен жібімізді өткізіп аламыз. Екі воздушная петля көтереміз. Дәл осы петлядан енді біздер полустолбик с накидым тоқимыз. Мінекей 2 полустолбик с накидым, 2 воздушная петля. Дәл осы петлядан 1-ші полустолбик, 2-ші полустолбик с накидым. 3 жіпті бірге өткіземіз. Яғни 1 петлядан шығардық. Енді 2 петля тастаймыз да 3-ші петляға, мінекей 1, 2, 3-ші петлядан тоқимыз. Мінекей 1-ші полустолбик, 3 жіп тұр крючогымызда, соның алғашқы екеуіне өткіземіз.
жібімізді крючокқа іліп, дәл осы петлядан тағы алғашқы екеуінен өткіземіз. Енді жібімізді ілеміз де үшеуінен өткіземіз, 2 воздушный петля көтереміз. Дәл осы петлядан тағы да бірінші полустолбик, 2 жіп қалды, екінші полустолбик. Алғашқы екеуінен өткіземіз, енді үшеуінен бірге өткіземіз. 2 петля тастаймыз да, үшінші петлядан бірінші полустолбик, екінші полустолбик накидым, 3 жіпті бірге өткіземіз, 2 воздушный петля көтереміз, дәл осы петлядан бірінші полустолбик накидым, екінші полустолбик накидым, 3 жіпті бірге өткіземіз. Осылайша араларына 2 петлядан тастап, осы қатарды аяқтап шығамыз. Біздер яғни 7-ші қатарымызды аяқтадық. Екінші воздушный петлямен біріктіреміз. Біріктіру арқылы аркаға келеміз. Аркаға келдік. Мінекей осы аркадан ішінен тоқимыз. 1, 2, 2 воздушный петля көтереміз. Осы арканың ішінен тағы да 2 полустолбик накидым және 2 жіпті біріктіреміз. 2 воздушный петля көтереміз. Осы арканың ішінен бірінші полустолбик накидым, 2 жіп қалды, екінші полустолбик накидым және 3 жіпті бірге өткіземіз. Келесі аркаға бірінші полустолбик накидым, екінші полустолбик накидым, 3 жіпті бірге өткіземіз, 2 воздушный петля көтереміз. Осы аркаға тағы 1 столбик накидым, кешірерсіздер, полустолбик накидым, екінші полустолбик накидым, 3 жіпті бірге өткіземіз. Келесі аркаға дәл солай бірінші полустолбик накидым, екінші полустолбик накидым, 2 воздушный петля, осы аркаға бірінші полустолбик накидым, екінші полустолбик накидым. Осылайша дәл 7-ші қатар сияқты айналдырып тоқып шығамыз. Дәл осы 7-ші қатардың узорларымен бірдей болады. 7-ші қатарды аяқтадық. Екінші воздушный петлямен біріктіріп, біріктіру арқылы аркаға келеміз. Енді бұл розовый жіптегінің 3-ші қатарында 3 воздушный петля көтереміз. Аркаден енді 3 столбик накидым тоқимыз. 2 столбик накидым, 3-ші столбик накидым. 3 воздушный петля көтереміз. Дәл осы аркаден тағы да 3 столбик накидым тоқимыз. 1, 2, 3. Жібімізді крючогымызға ілеміз де. Мінекей осындай узор шығады бізде. Келесі аркаден 3, яғни әрбір аркаға тоқимыз. 3 столбик накидым тоқимыз. 1, 2, 3-ші столбик накидым. 3 воздушный петля көтереміз. Дәл осы аркаден 1 столбик накидым. Екінші. Бізде столбик накидым болады. Мен жерде полустолбик тоқып кетіппін. Бірінші столбик накидым. Екінші столбик накидым. 3-ші столбик накидым. Жібімізді крючокқа орап, келесі аркаға дәл солай 3 столбик накидым тоқимыз. 1, 2, 3. 3 воздушный петля көтереміз. Дәл осы аркаден тағы да 3 столбик накидым тоқимыз.
1 2 3. Мінекей осылай үшінші қатарымызды аяқтап шығамыз. Қатарды аяқтадық. Үшінші воздушный петлямен біріктіреміз. Және бізге енді жіпті қиып тастап, күлгін түсті жіппен тоқитын боламыз арғарата. Яғни соңғы қатар бізде жібімізді шығарып аламыз. Крючоктың көмегімен жібімізді шығарып аламыз. Енді бізде столбик без накида тоқимыз. Яғни бір столбик көтереміз. Әрбір петляға, келесі петляға столбик без накида, келесі петляға столбик без накида, келесі петляға, яғни аркіге столбик без накида. Аркіге келдік. Осы аркіден 3 воздушный петля көтереміз және бірінші петлямен біріктіреміз. Жай ғана біріктіреміз. Келесі петля столбик без накида, келесі петля столбик без накида, келесі петляға столбик без накида, келесі петляға столбик без накида. Яғни әрбір столбикке бір столбик без накидадан тоқимыз. Және аркіге де дәл солай. Аркіге келдік. Столбик без накида және 3 воздушный петля көтереміз. Осы аркіге келгенде 3 воздушный петля көтеріп, бірінші петлясымен біріктіреміз. Келесі петляға, мына жерден бір столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға бір столбик без накида, келесі петляға бір столбик без накида, келесі петляға столбик без накида, столбик без накида, столбик без накида, аркіге де столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный петля көтереміз және бірінші петлясымен біріктіреміз. Келесі петляға столбик без накида. Әрбір петляға бір столбиктен тоқып шығамыз. Мінекей осылайша, осындай узор шығады бізде. Осылайша қатарды өзіміз тоқып шығайық. Мінекей біздің соңғы жағына келдім. Бір столбик без накида, келесі петляға столбик без накида. Мінекей жай ғана столбик без накида тоқи отырып, аркіге келгенде 3 воздушный петля көтереміз де бірінші петлямен біріктіреміз. Келесіне столбик без накида, столбик. Келесіне де дәл солай. Столбик без накида. Және соңғы петля столбик без накида. Енді соңғы петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Жібімізді кесіп, жақсылап бекітіп қоямыз. Тартып. Бұл жіпті соңыра жасырып тастасақ болады, қиып. Мінекей біздер осындай шәйнектің астына қоятын прихваткамызды тоқып болдық. Осындай әдемі прихватка шықты. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Соңына дейін қарап, осындай прихватка тоқып алыңыздар.